Тәуешкілердің денсаулығын аса мықты деп айта алмаймыз. Әсіресе бала кезінде тәуешкілер бір аурудан бір ауруға жиі шалдығып жатады. Бәлкім, олардың бала кезінде вирустық ауруларды жиі қабылдауы ересек болар кезге дейін вирусқа қарсы жақсы иммунитеттің пайда болуына ықпал етуі мүмкін. Бұл жандар дәрігерлер үшін аса жағымды пациенттер емес. Себебі тәуешкілердің денсаулықты қалай нығайту керек және қандай ем-дом шараларын жасау керек деген нәрселерге олардың өздерінің жеке қалыптасқан ойлары бар. Бұл бір жағынан тәуешкілердің кейбір нәрселерде танытатын қырсықтығының әсері болуы мүмкін. Олар аурудың алғашқы белгісі пайда болысымен ауруханаға жүгірмейді. Алдымен өз бетінше емделуді қарастырады. Бұл аса жақсы қасиет емес. Себебі қанша жерден үйде емдік шараларын жасағанымен кейбір аурудың дәрігерлердің бақылауынсыз асқынып кететіні сөзсіз. Тәуешкілер өзінің организмін өте жақсы сезеді. Кейбір ауруларды олар шынымен де өз бетінше жақсы емдей алады. Мысалы, асқазан ауырса, олар 1-2 күн диета ұстап, қажетті емдік шараны жасайды. Тәуешкілердің әлсіз жерлері: аяғы, буындары мен бұлшық еттері және қан тамырлары. Олардың қан айналу жүйесі аса жақсы жұмыс істемейді. Мысалы, варикоз бен жүрек ұстамасы жиі кездеседі. Кейбір тәуешкілердің ас қорыту жүйесімен де байланысты мәселелер жиі орын алып жатады. Сонымен қатар, бала кезден тәуешкілер сүйегін немесе тағда басқа жерлерін жиі зақымдап алып жатады. Тәуешкілердің жүйке жүйесі бөлек әңгіме. Негізінен тәуешкілер көңілді әрі өзіне сенімді жандар. Алайда ауырған кезде олар тым әлсіреп, өздеріне сенімді болмайды. Тәуешкілер де меланхолик келеді. Депрессия мен уайымға олар да жиі түсіп кетеді. Ең жақсы кеңес зиянды әдеттерден толығымен бас тарту. Тәуешкілер көп жағдайда уайымның шешімін арақтан іздейді. Бұл олардың денсаулығына аса зиян келтіреді. Сонымен қатар, қарапайым өмірлік ережелерді ұстану қажет. Майлы, тұзды, ащы тамақтардан аулақ болып, таза ауада серуендеп, уақытылы ұйықтау тәуешкілерге барынша мықты болуға көмектеседі. Уақытылы демалысты тәуешкілер уақытылы жоспарлап, қажетті витаминдер мен минералдарды тұтынып тұруы керек. Тәуешкілерге денсаулығын жақсарту үшін диетаның маңызы зор. Дұрыс емес тамақты жеудің салдарынан оларда іш қату немесе іштегі газ секілді жағымсыз салдар жиі кездеседі. Оларға майонез, соустар, тағы да ащы тамаққа қосылатын қосымшалар өте зиян. Ал тәттіні мүлдем азайтқандарыңыз жөн. Тәуешкілерге тамақ жеудің ережелерін бекітіп, соған организмін үйрету керек. Аз мөлшерден күніне 4-5 мәрте тамақтану жақсы әсер етеді. Құрметті тәуешкілер, сіздер белсенді жансыздар. Алайда өз күшіңізді дұрыс бағалап, аяғыңызға ауыр салмақ түсірмеңіз. Себебі асығыстық барысында аяқты қайырып алу, сүйектің шығуы жиі кездеседі. Ал жиі күйзеліске түспес үшін спорттың бір түрін таңдаңыз. Күнделікті серуендеп, дене жаттығуларын жасап тұрыңыз. Ерінбеңіз. Қазіргі күннен бастап салауатты өмір салтын ұстануға бірінші қадам жасаңыздар. Аман, сау болыңыздар. Назарларыңызға мың алғыс.